Италиялық инвесторлар Алматы облысының экономикасына қаржы құймақ. Талдықорғанға аяқ басқан делегация мұнда бірнеше күн болып, қала іргесіндегі индустриалды аймақ пен бірқатар әлеуметтік нысандарды аралайды. Меймандарды жетісу жерінің Қытай Халық Республикасымен шектесіп жатуы қызықтырады. Олар алдағы уақытта Алматы облысының аумағында крахмал өндіретін зауыт ашуға ниетті. Сондай-ақ баламалы қуат көзін өндіру, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу, киім тігетін фабрика ашу сияқты жобаларды да бірлесіп жүзеге асыра аламыз дейді инвесторлар. Жергілікті атқарушы билікте оларға жан-жақты қолдау көрсетуге әзір. Экспо 2017 көрмесінде жасыл экономикаға қол жеткізу, баламалы қуат көздерін өндіру мәселесі қызу талқыланатынын білеміз. Біз Қазақстаннан сондай кәсіпорындар салаламыз. Алматы облысы аграрлы аймақ. Сондықтан ауыл шаруашылығы саласында да бірігіп атқаратын жұмыстар жетерлік. Бірлесіп жүзеге асырғымыз келетін экологиялық жобаларымыз да жеткілікті.